Бір бөлім өткеннің ізі. Арман бала кезінен ақ өзгелерден ерекшеленетін. Ол қатты сөйлемейтін, көпшілікке араласа бермейтін, бірақ көзінде бір ерекше тереңдік болатын. Мұғалімдер оны ақылды, бірақ тұйық деп сипаттайтын. Ал сыныптастар үшін ол жай ғана әлсіз, өз ойын қорғай алмайтын бала еді. Сол сыныпта Данияр деген бала болды. Ол керісінше өзіне сенімді, дауысы қатты, айналасына адамдарды тез жинайтын. Бірақ оның сол беделі көбінесе басқаларды төмендету арқылы қалыптасқан еді. Ал оның ең оңай нысанасы Арман болатын. Бәрі алғашында ұсақ нәрселерден басталды. Данияр Арманның жауап бергендегі даусын мазақ ететін, кейде оның киіміне тиісетін. Сыныптастар да соған қосылып күлетін. Арман алғашында мән бермеуге тырысты. Бұл уақытша ғана деп өзін жұбататын. Бірақ күн өткен сайын бұл жай әзіл емес, тұрақты қорлыққа айналды. Бір күні үзіліс кезінде Данияр Арманның сөмкесін жұлып алып, ішіндегі дәптерлерін ақтара бастады. «Мынау не жазып жүр өзі?» деп даусын көтеріп, сыныпқа көрсетіп күлді. Балалар жиналып, оның жазуларын көріп, мазақтай бастады. Арман үнсіз ғана қарап тұрды. Оның қолы дірілдеп кетті, бірақ ол ештеңе демеді. «Қараңдар, өзі сөйлей алмайды, бірақ дәптерінде үлкен ойлар жазып жүреді екен» деп Данияр тағы күлкіге айналдырды. Сол сәтте ол Арманның дәптерін жыртып жіберді. Жыртылған қағаздардың дыбысы сыныпта ерекше естілді. Бір сәтке бәрі тынышталып қалғандай болды, бірақ кейін тағы күлкі басталды. Арман ештеңе демеді. Ол жай ғана жерге түскен қағаздарын жинай бастады. Оның көзінде жас болған жоқ. Бірақ дәл сол сәтте оның ішінде бір нәрсе сынып кеткен еді. Сол күні үйіне келген соң, ол ұзақ уақыт үнсіз отырды. Анасы бірдеңе болғанын сезсе де, Арман ештеңе айтпады. Ол тек үстеліне отырып, жаңа дәптер ашты. Бірінші бетіне ол бір ғана сөйлем жазды. «Мен әлсіз емеспін. Мен жай ғана әлі дайын емеспін». Сол күннен бастап Арман өзгерді. Сырт көзге ол сол баяғы тыныш бала болып қала берді. Бірақ ішкі дүниесінде ол өзіне бір уәде берген еді. Ол ешкімге айтпады, ешкімге дәлелдеуге тырыспады. Бірақ ол анық білді, бір күні бәрі өзгереді. Мектептегі жылдар баяу өтті. Қорлық тоқтаған жоқ, бірақ Арман оған үйреніп кеткендей болды. Әр мазақ, әр күлкі, әр ауыр сөз оның ішінде жиналып, бір күшке айналып жатты. Ол кітаптарға үңілді, сабаққа терең кірісті, өзін дамытты. Басқалар ойнап жүргенде ол болашағын ойлады. Ал Данияр болса ештеңе өзгермеді. Ол сол баяғыдай күлді, сол баяғыдай өзін күшті сезінді. Ол үшін бұл жай ғана мектептегі ойын сияқты еді. Бірақ ол бір нәрсені түсінбеді, кейбір адамдар үндемейді, өйткені олар әлсіз емес, олар тек өз уақытын күтіп жүреді. Арман дәл сондай адамдардың бірі еді. Мектеп біткен күн Арман үшін жай ғана бір кезеңнің аяқталуы емес, жаңа өмірдің басталуы болды. Соңғы қоңырау соғылғанда сыныптастары бір-бірімен құшақтасып, естелікке суретке түсіп жатты. Ал Арман үнсіз ғана мектеп ауласынан шығып кетті. Ол артқа бұрылмады. Себебі ол өткен өмірін сол жерде қалдырғысы келді. Бірақ өткен ешқашан толық жоғалмайды. Ол адамның ішінде қалады, кейде ауыр жүк ретінде, кейде күш ретінде. Арман үшін бұл күш болды. Университетке түскеннен кейін оның өмірі түбегейлі өзгерді. Бұл жерде оны ешкім танымайтын, ешкім мазақтамайтын. Алғаш рет ол өзін еркін сезінді. Бірақ ол босаңсымады. Керісінше бұрынғыдан да қатты жұмыс істей бастады. Түндер бойы ұйықтамай, бағдарламалау үйренді. Басқалар демалып жүргенде ол кітапханада отыратын. Кейде шаршап, бәрін тастағысы келетін сәттерде болды. Бірақ дәл сол кезде оның есіне мектептегі күндер түсетін. Жыртылған дәптер, күлкі, үнсіздік. Сол естеліктер оны қайта тұрғызатын. «Мен қайтадан әлсіз болмаймын» деп өзіне қайта-қайта айтатын. Жылдар өте берді. Арман университетті үздік аяқтады. Оған шетелде оқу мүмкіндігі ұсынылды. Бұл үлкен қадам еді. Ол еш ойланбастан келісті. Шетелде өмір оңай болған жоқ. Тіл, мәдениет, жаңа орта, бәрі қиындық туғызды. Бірақ Арман бұрынғы қиындықтармен салыстырғанда оны жай ғана сынақ деп қабылдады.
Ол әр қиындықты жеңген сайын өзіне деген сенімі арта түсті. Бірнеше жылдан кейін ол Қазақстанға мүлде басқа адам болып оралды. Бұл енді бұрынғы үнсіз, қорқақ бала емес еді. Бұл нақты мақсаты бар, өзіне сенімді, білімді жас маман еді. Ал көп ұзамай ол өз компаниясын ашты. Алғашында бәрі кішкентай болды. Бірнеше ғана қызметкер, шағын кеңсе, аз ғана жоба. Бірақ Арман ешқашан үлкен нәрселер бірден болмайтынын түсінді. Ол сабырмен, бірақ тоқтаусыз алға жылжыды. Күндер апталарға, апталар айларға айналды. Компания біртіндеп өсіп, жаңа клиенттер пайда болды. Арман командасын өзі сияқты еңбекқор адамдардан жинады. Ол ешқашан айқайламайтын, ешкімді төмендетпейтін басшы болды. Себебі ол бір нәрсені жақсы білді, адамның қадірін түсіру қандай ауыр екенін. Бірнеше жыл ішінде оның компаниясы ірі жобалармен айналысатын деңгейге жетті. Енді оны тек маман ретінде емес, кәсіпкер ретінде де танитын болды. Оның есімі салада жиі атала бастады. Бірақ сыртқы жетістікке қарамастан, кейде кешкісін кеңседе, жалғыз қалған сәттерде ол терезеге қарап тұрып ойға бататын. Өткен өмірі есіне түсетін. Сол бір сынып, сол күлкілер, сол үнсіздік. Ол енді әлсіз емес еді. Ол бәріне жетті. Бірақ ішінде бір жауапсыз сұрақ қалды. Егер бір күні мен сол адамдармен қайта кездесемін бе? Тағдыр бұл сұраққа көп күттірмей жауап берді. Бір күні таңертең Арман әдеттегідей жұмысқа келіп, үстеліндегі құжаттарды қарап отырды. Бұл жаңа қызметкерлердің түйіндемелері еді. Ол әрқайсысын жылдам қарап шығып жатты. Бір кезде оның көзі бір есімге тоқтап қалды. Ол бірден сенбей қалды. Қайтадан мұқият қарады. Жоқ, қателік жоқ. Сол есім, сол фамилия. Данияр. Арманның қолы сәл ғана тоқтап қалды. Бөлмеде тыныштық орнады. Сырттан қызметкерлердің дауысы естіліп жатса да, ол үшін бәрі бір сәтке өшіп кеткендей болды. Жылдар бойы көрмеген адам. Бір кезде өмірін қиындатқан адам. Енді оның компаниясына жұмысқа келмек. Арман орындыққа арқасын сүйіп терең тыныс алды. Бұл кезде соқтық па? Әлде тағдырдың ойыны ма? Ол түйіндемені жауып тастамады. Керісінше оны бөлек қойды. Себебі ол бір нәрсені анық түсінді. Өткен өзі келіп, оның есігін қаққан еді. Келесі күні кеңседе ерекше күн болды, жаңа қызметкерлерді таныстыру. Әдетте мұндай кездесулер Арман үшін қарапайым рәсім ғана болатын. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша еді. Себебі ол кіммен кездесетінін білді. Таңертеңнен бастап оның ойы бөлініп тұрды. Құжаттарға қараса да назарын толық аудара алмады. Ішінде бір түрлі сезім болды, ашу ма, қобалжу ма, әлде жай ғана өткеннің қайта оралуы ма, өзі де нақты түсіне алмады. Бірақ бір нәрсе анық еді, бұл кездесуден қашып құтыла алмайды. Жиналыс уақыты келді. Арман баяу ғана жиналыс бөлмесіне қарай жүрді. Әр қадамы ауыр сезілді. Есіктің алдында бір сәтке тоқтап қалды. Терең тыныс алды. Сосын есікті ашты. Бөлмеде бірнеше жаңа қызметкер отыр екен. Олардың жүзінде үміт пен толқу байқалады. Бірақ Арманның көзі бірден бір адамға түсті. Данияр. Ол бірден таныды. Бірақ бұл бұрынғы Данияр емес еді. Оның жүзі өзгерген. Көзіндегі бұрынғы менмендік жоқ. Киімі қарапайым, отырғанда да өзін сенімсіз ұстап отыр. Бір кезде бәрін менсінбей қарайтын адам қазір өзгелерден көзін көтеруге қиналып отырғандай. Сол сәтте Данияр да Арманды көрді. Көздері түйісті. Бірнеше секунд, бірақ ол уақыт өте ұзақ сияқты сезілді. Даниярдың жүзіндегі таңданыс бірден қысылуға ауысты. Ол не айтарын білмей қалғандай болды. Көзімен жер шұқып, үнсіз қалды. Ал Арман ештеңе сездірмеді. Ол әдеттегідей сабырлы күйде үстелдің басына барып отырды. Қош келдіңіздер, деді ол қалыпты дауыспен. Бүгіннен бастап сіздер біздің команданың бір бөлігісіздер. Ол әр қызметкерге қысқаша қарап шықты. Бірақ Даниярға келгенде бір сәтке ғана тоқтады.
Сол бір секундта қанша жыл, қанша естелік өтті десеңші. Жартылған дәптер. Күлкі. Үнсіздік. Бірақ Арман көзқарасын тез алып кетті. Жиналыс жалғаса берді. Барлығы өздерін таныстырып жатты. Кезек Даниярға келгенде ол сәл кідіріп қалды. Мен Даниярмын деді жай ғана. Маманымын, тәжірибем бар. Даусы бұрынғыдай сенімді емес еді. Сөзін аяқтағанда ол бір сәтке Арманға қарады. Бұл көзқараста ұялу да, қорқыныш та, бәлкім өкініш те бар еді. Жиналыс аяқталды. Адамдар тарай бастады. Бөлмеде тек Арман мен Данияр ғана қалды. Ауа ауырлап кеткендей болды. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын Данияр ақырын ғана сөйледі. Арман, сен бе едің? Бұл сұрақтан гөрі таңданыс сияқты естілді. Арман оған тура қарады. Иә, мен деді қысқа ғана. Тағы үнсіздік. Данияр бір қадам алға жылжыды, бірақ не айтарын білмей тоқтап қалды. Оның бұрынғыдай батылдығы жоқ еді. Қолдары сәл дірілдеп тұрғандай көрінді. Мен деп бастады ол. Сол кезде мектепте сөзі үзіліп қалды. Ол басын төмен түсірді. Кешірші деді ақыры жай ғана. Мен ақымақ болдым. Бұл сөздер шынайы естілді. Бірақ тым кеш айтылған сөздер сияқты. Арман оның сөзін тыныш тыңдады. Бетінде ешқандай эмоция байқалмады. Ішінде не болып жатқанын ешкім білмейтін. Бір сәттен кейін ол жай ғана жауап берді. Қазір маңыздысы жұмыс. Данияр басын изеді. Иә, түсіндім. Арман орнынан тұрды. Жұмысыңды жақсы істе деді де есікке қарай беттеді. Ол артына қарамады. Есіктен шығып бара жатып, оның ішінде түрлі сезімдер араласып жатты. Бір кезде ол дәл осы сәтті армандаған. Қорлаған адаммен қайта кездесуді. Мүмкін оған дәл солай жауап қайтаруды. Бірақ шындық мүлде басқаша болып шықты. Бұл жерде айқай жоқ. Қорлау жоқ. Кек алу да жоқ. Тек өткен мен қазіргі уақыттың тыныш қақтығысы ғана бар еді. Сол күні кешке Арман кеңседе жалғыз қалды. Қала шамдары терезеден көрініп тұр. Ол орындықта отырып ұзақ ойланды. Мен не қалаймын? Кек пе? Әділет пе? Әлде жай ғана тыныштық па? Ол жауапты бірден таппады. Бірақ бір нәрсені сезді. Нағыз шешім әлі алда еді. Келесі бірнеше күн Арман үшін ерекше өтті. Сырттай бәрі әдеттегідей, жиналыстар, келісімдер, жұмыс процестері. Бірақ ішкі дүниесінде бір ой қайта-қайта оралып тұрды. Данияр. Ол оны байқамай қала алмады. Қалай жұмыс істейтінін, адамдармен қалай сөйлесетінін, тапсырмаларды қалай орындайтынын бәрін сырттай бақылап жүрді. Бір қызығы, Данияр бұрынғыдай емес еді. Ол үндемейтін болды. Артық сөйлемейді, ешкімге тиісіп күлмейді. Керісінше тапсырманы уақытында орындап, барынша тырысып жүргені көрініп тұр. Кейде тіпті өзгелерден де кеш қалып жұмыс істеп отырады. Бір күні кешке Арман кеңседен шығып бара жатып, ашық тұрған бөлмеден жарықты көрді. Ішке қараса, Данияр компьютер алдында отыр екен. Сағат кеш. Барлығы кетіп қалған. Ал ол әлі жұмыс істеп отыр. Арман үндемей ғана қарап тұрды. Бұл көрініс оның ойына көп нәрсе салды. Бір кезде өзі де дәл осылай жалғыз қалып, болашағы үшін күрескен еді. Сол сәтте оның ішінде бір нәрсе өзгергендей болды. Келесі күні ол хатшысына: Даниярды маған жібер деді. Бірнеше минуттан кейін есік қағылды. Кіруге бола ма? Деді таныс, бірақ бұрынғыдай сенімді емес дауыс. Кір деді Арман. Данияр ішке кіріп есікті жай ғана жапты. Ол тік тұрды, отыр деп айтылғанша күтті. Отыр деді Арман. Данияр баяу отырып, қолдарын тізесіне қойды. Оның жүзінде қобалжу анық көрініп тұрды. Бірнеше секунд үнсіздік. Арман оған тіке қарады. Мен сені танимын деді ол тыныш дауыспен. Өткенді де ұмытқан жоқпын. Данияр басын төмен түсірді. Түсінемін деді ол жай ғана. Сенің сол кездегі істегендерің деп жалғастырды Арман, мен үшін жай нәрсе болған жоқ. Бөлме іші ауырлап кеткендей болды. Мен көп нәрсені сол үшін бастан өткердім деді Арман, бірақ
Ол бір сәтке тоқтады. Бірақ дәл сол нәрселер мені осы деңгейге жеткізді. Данияр баяу ғана басын көтерді. Оның көзінде таңданыс бар еді. Мен саған кек ала аламын деді Арман ашық. Бұл оңай. Данияр үнсіз қалды. Бірақ мен олай істемеймін. Бұл сөздер бөлмеде анық естілді. Неге? Деп сұрады Данияр еріксіз. Арман сәл ғана жымиғандай болды. Себебі сенің қазіргі жағдайың ең үлкен сабақ. Үнсіздік. Сен бұрын күшті едің деді Арман, ал қазір өмір сені өзгерткен. Бұл сөздер ауыр тиді. Бірақ шындық еді. Бірақ мен саған мүмкіндік беремін деді ол нақты. Егер шынымен өзгерген болсаң дәлелде. Даниярдың көзіне жас жиналды. Ол тез басын бұрып жіберді, бірақ бәрібір сезіліп тұрды. Рахмет деді ол әрең. Бұл рахмет үшін емес деді Арман, бұл сынақ. Данияр орнынан тұрды. Мен бәрін жасаймын деді сенімдірек дауыспен. Көрерміз деді Арман қысқа ғана. Данияр шығып кетті. Есік жабылған соң бөлмеде тыныштық орнады. Арман орнында отырып қалды. Ішінде бір жеңілдік пайда болды. Көп жыл бойы ішінде жүрген ауыр сезім біртіндеп жоғалып бара жатқандай еді. Уақыт өте берді. Айлар өтті. Данияр шынымен өзгерді. Ол өз ісіне жауапкершілікпен қарап, командадағы ең сенімді адамдардың біріне айналды. Ешқашан шағымданбайды, әр тапсырманы соңына дейін жеткізеді. Бір күні жиналыста бір қызметкер: бұл жобаны ең жақсы жасаған Данияр деді. Сол сәтте Арман оған қарады. Бұл жолы басқа көзқараспен. Онда өткеннің көлеңкесі жоқ еді. Тек қазіргі уақыт қана бар. Сол күні кешке Арман терезе алдында тұрып қалаға қарады. Шамдар жанып тұр. Өмір жалғасып жатыр. Ол бір нәрсені анық түсінді. Кек алу әлсіздердің таңдауы емес, бірақ ең оңай жолы. Ал кешіру ең қиын, бірақ ең күшті шешім. Өйткені сен біреуді кешіргенде, сен оны емес өзіңді босатасың. Ал кейде ең ұмытылмас қарыз кетпен емес, мүмкіндікпен қайтарылады.